Бүгін демалыс күн, бүгін демалып жатырмын. Қазір микрофонды қостым. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Мен үміттенем, дұрыс жазып жатыр деп даусымды. Бүгін не істейміз? Бүгін мен мынау ракеткамды алып, клейін ауыстырамын. Яғни переклейка жасаймын. Не себептен? Себебі мынау жаны ашылып кетті. Енді мен бұны байқап көрем деген ғой. Мынау липучка. Қытайдың китайский накладка болған соң шамада шен көрем деген бір ойнап сөйтіп маған бұл ұнап қалды. Қазір енді соны әдемілеп клейді аямай әдемілеп жабыстырам. Ең бастысы бізге не керек? Мынау енді мен үміттенем, қазір қиын болмайтын шығар. Бұрынғы клейлер де қиын болатын еді. Бұрын китайский клеймен жабыстыратын едім. Қазір бұл енді на водной основе дейміз ғой. Негізі әр нәрсені өзіміз істеп үйренгеніміз дұрыс. Адамның істеген адам істейді. Ешкімге жалынбайсың, ешқандай претензия болмайды деген сияқты. Егер де өзің қателесіп, өзің дұрыс жабыстырмасаң, өзіңнен көресің да. Ал біреуге ақша беріп, бұлай етіп, және ойдағыдай болмаса, кішкене өзіңге де неприятно болады да. Негізі бұрында мен өзім жабыстырып жүргем. Кейін осы Астанаға келіп ақшаға жабыстыратын болдым. Қазір енді мүлдем ақшаға жабыстырмаймын. Құртсам да жаңа накладка болсын, бұдан былай өзім жабыстырамын деп шештім. Я. Солай. Мынаны ашып көреміз қазір. Ақырын. Негізі маған осы накладка қатты ұнады. Мен үшін бұл very контролды, контрольный. Күшті ұнап жатыр әзірге. Көрем. Енді бір нәрсеге қатып қалған дүние жоқ қой. Әр түрлі резинкелерді көріп, экспириенс жасау керек. Ада бір нәрсеге қатып қалсаң қызық болмай қалады. Жақында мен әзірге ізденістемін, толық оқып, әртүрлі форумдар бар ғой енді. Форум болғанда да мен ағылшындардың форумын оқимын. Сол жерден өзіме шамада менің деңгейіме, менің қалауыма арнайы осындай ағашын және накладкалар іздеп жүрмін. Қазіргі менде Off Plus. Off Plus. Жалпы жаман емес бұл да, бірақ жаңа бір нәрсе көргім келіп жүр. Контролды, жеңіл, жұмыс сақтығы медиум болса. Мынау хардовый, айтатын болса хардовый. Бұл жерде видеода түсірейінші бұлай. Түсіп қалмайтын шығар. Тағым бұлай түсірем. Бүйтіп тарту керек екен ғой. Негізі бірнеше слойдан кейін тазалау керек делінген. Жаңа болған соң менде әлі бір слой болып тұр да. Соны енді білмеймін, тазалай алам ба, тазалай алмайым ба, қазір көреміз. Тазалап қалармын. Соңғы күндері бір андай стресс болып жүрген сияқты менде. Ойдағыдай болмайды. Енді өмірдің өзі сондай ғой, ойдағыдай сенің айтқаның болмайды. Өмірдің өзінің қағидасы дейді ма, не дейді, өзінің правиласы бар. Rules дейміз ғой, ағылшынша айтатын болсақ. Менімше бұны қазір тазалай алмаймын, себебі бір слой бұл жерде. Бұл кемінде бұндай тазалау үшін кемінде 4 слой болу керек деп жазылған. Не істеймін онда? Тазаламайым ба? Әлде? Бұлайнан. Мына көрініп жатыр ма? Жайла бұлай. Енді бүгін ғана тырнағымды алған едім.
сәл шыдай тұруым керек еді. Мені жайлап кеп атқан сияқты. Давай. Осылайнан жаймен сабыр. Бір жағынан сабырлыққа үйретеді мені. Соңғы күндері мүлдем сабырсыз болып бара жатырмын. Білмеймін, стресс болып жүрмін соңғы күндері, кәдімгідей стресс болып жүрмін. Жалпы енді бүйтіп алсаң өмірімді да, жалпы алатын болсам, күннен күнге жақсарып келе жатыр. Ортаңа да байланысты ғой. Бірақ енді менің айтқаным бола бермейді. Сабыр ету керек. Сабыр түбі сары алтын дейтін бет. Айттым ғой, кішкене жұқа болып жатыр. Жерде осындай бір слой болып тұр ғой. Бұлайнан жасасам ше, бүйтіп істесем де болады екен ғой. Жай, бұлай тартамыз. Негізі өмірде мен бір түсінгенім осы. Біреуді, қалай, орысша айтайыншы, орысша айтатын болсам, пьедесталға қоюға болмайды екен біреуді. Тек қана қойсаң да өзіңнің туысқандарыңды, туысқан болғанда да сол жақын анаң, әкең болмаса, ал басқа адамдарды пьедесталға қойсаң, андай ғой, пьедесталға не үшін қоясың өз. Енді мысалға мен, ладно, в другой раз. Келесі жолы айтып берейін, келесі жолы. Ойба, бұл қанша уақытта тазалап бітірі? Мына, әдем алынып жатыр. Бәрлік өйстіп алынса ғой. Шірігін. Давай өйстіп ал. Қиын емес өйстіп алынсайш. Неге өйстіп кетіп өт? Енді бүйтіп қарасаң, негізі ракетка ойнамайды ғой сен үшін. Бірақ адамның өзінің әркімнің деңгейі болады да. Деңгейі болады, одан қалса икемі болады. Соған өзімнің деңгейіме, өзімнің қалауыма арнап бір ракетка іздеп жатырмын. Енді бірден табу қиын шығар. Әзірге көңілімнен 100% шығатын ракетка тапқан жоқпын. Кейде ракетка жылдам болады, кейде керісінше slowly болады. Соны өзіне саған не ұнайды? Лупить еткен ұнай ма? Қиған ұнай ма? Әлде топспен жасаған ұнай ма? Әлде ұрған ұнай ма? Деген сияқты нюанстар болады ғой енді адамның. Сосын стрессовый кезде, яғни ойын жарыс кезінде енді айтпады стресс болады ғой. Сол кезде сен қайсысын көбінесе қолданасың, қиясың ба? Немесе топспен жасайсың ба деген сияқты. Соған қарап өзіме бір қолайлы, мені маңызды бір жарыста менің қалай десем екен, маған керек нәрселерді ойдағыдай жасайтын болса, сондай ракетканы іздеп жатырмын ғой. Осы китайский накладканың розовый цветі шығыпты, я. Соны ойлап жүрмін, алам ба, алмайым ба. Ол да енді бір жағынан ақша көру керек. Бәлкім маңызды бір жарысын алдында жаңасын алып, бір 10 күн бұрын ба алып былай кішкене ойнатып деген сияқты. Су жаңамен баруға сол сәл тоже ыңғайсыз. Қанша уақытым кетеді? Сағат неш болды қазір? Үстіп отырғаныма қанша уақыт болды екен? Біз көрінші камерадан 4 минут болып қалды. Отырғаныма бір талай болды. Осы клейді бұлай тазалайтын құрылғы бар екен ғой.
Білмедім, бірақ бұл көмектесе ме, көмектеспей ме? Жай былай бүйтіп істесем. Мен тазалап біттім. Білмеймін, бірталай уақытымды алды негіз. Мынау клей, мынанша клей шықты. Қазір енді мына ағашты тазалау керек. Ағашы, таза сияқты негіз. Таза болып тұр. Мынаны ашайын енді. Ақырындап ашамыз. Артпағанына көп болды бұның. Әдемілеп тазалап тастау керек сосын. Екі мәрте клей жағам деп жатырмын. Себебі мынаның губкасы өте қатты. Иісі деген страшно. Кепкен соң қайтадан бір слой жағып жіберем. Сөйтіп болды. Дайын. Ақырындап клейлеп қоясын. Ал қазір мынаны көрейін, тазаланады ма, тазаланбайды ма. Кейін саусағым ауырса керек. Кожасы кішкене ашып, менде болған осыдан қайбір жылдар. Кепті. Ода негізі кепті болды. Бұдан артық болмайды. Мынаны кішкене жақындатайын. Бұлайынан. Қазір көреміз қалай. Осылайынан прозрачный болу керек. Ой-ой-ой. Блин, қатты жабыстырып жібердім, Үстеді ғой камераға үст. Осылай ғой, қатты тырыссаң құртасын. Қатты тырысудың қажет жоқ сондықтан. Пружина сияқты ғой. Так, вроде кепкен сияқты жалған дедім. Ұсақ болып кетті ғой. Уақытша накладка.
Жерге жаңылды тамып кетті ғой. Клей тамған. Соны сүртіп тастайын. Ладно. Что делать, что поделаешь? Көреміз. Оны салып тастайым. Мына осылай. Осылайынан жабыстырасын. Түк қиындығы жоқ. Ешкімге жалынбайсың. Керемет қой. Керемет. Мынаны бірақ тазалап шығу керек. Тазалап шығу керек. Бірігін көрейік. Тура келмесе алып тастаймын.